Жаңа жұртқай қосқаным, жас үлкенді сыйлап жүр, құрмет қылып жасқаным. Келін келдай туғандар, ағайын бауыр оландар, ата-анасын қуантып, көрімдігін сұраңдар. Тойтыңды да ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-біріне мынау жұрт көрімдігін асырсын. Асыл сөздай өлейін, көмекейден төгейін, ақмаралдай келіннің бетін ашып берейін. Әдеп сақтап тұрыңдар, шуылдамай ұл қыздар, ата-анадан жалғасқан салтанатты жырым бар. Ел ардақтап сыйлыны, көңіліңе тимыны, басқа ауылдың бір күнін, бұл ауылдың симыны. Айналайын жас келін, көңіліңе тимыны, қызға келін болу хат, бұл Алланың бұйрығы. Бұзылар деп сымбаттым, сертпен қақпа келіншек, сәбиіңдай жылатып, сүттен қақпа келіншек. Баласаның екеумен шеттен көрме келіншек. Қошемет көрсек па, келіңіз құтты болсын. Құттықтап қойыңыздар. Айналайын келінден сәл еңкейіп қой апаларың жатқанда. Кезінде бұл кісілерде бойы ұзын болған жас кезінде. Кейін ғой шөп қалып жүрген. Эльмира Татьевна, қуаныш құтты болсын, келіңіз құтты болсын. Өзіңізге аумайды екен. Келін ененің топырағынан жаратылған деген ғой, қандай керемет, мінекей. Ал енді құрметті ағайын, мен енді ортаға бүгінгі тойымыздың себепкері Әлібек баламызды құрмет қошеметпен ортаға шақырайықшы қанекей. Ал Әлібек ортада. Ассалайым Әлеке. Бұрын Әлібек едім, бүгіннен бастап отағасы болған құтты болсын, Әлеке болғанның құтты болсын. Мынау енді қос абысынға алғыс айтамыз. Осы келінге сәлем салдыруды үйретіп жатырған мінекей. Біз қазақ халқы ырымшыл халықпыз ғой. Бала дүниеге келгеннен бастап осы жақсыларға осы ұқсасын, жолын берсін деген ниетпен осы барлығын ұқсатып жатамыз. Енді осы жерде келінді де осы абысындардың жолын берсін деп жанына сүйеп мінекей сәлем салдыруды үйретіп жатыр. Мінекей абысындар көп-көп рахмет. Сіздерге бүгінгі тойдан бір парт беріп қояйыншы, 1000 доллардан еңбектеріңіз бар. Өзімнің атымнан бұл. Эльмира Тәте бөлек бере жатады өзі. Енді осы жерде айналайын абысындар сәл жібере тұрыңыздар. Осылай ертең тату тәтті болып жабысып қалыңыздар лайымда, құда қаласа. Енді осы жерде сәлем салдыруды үйреттіріңіздер ғой. Енді осы жерде өзінің отағасына ерім деп, пірім деп келінжан осы Әлібекке сәлем салсын деп отырмыз ағайын. 3 сәлем болсын, қошемет көрсетіп қойды. Әлібекке отағасына арнайы 3 сәлем салып қойшы айналайын келінжан. Не болды? Маңдар жоқ болдың? Не дейді бұндайда? Не істейміз? Ақты олым еді, ақшасыладан жүрген. Әзім деп атырыз. Бағана ақшасын ақ берген негізі. Сәлем салып еді, не істерін білмей қалды ғой, ойлағым үшін. Қолғалым, құтты болсын бәрі. Оңбасын. Келінің қасына барып тұра қойды. Жаңа қам ұстаған бала қайда? Аян ба? Атып келе бар. Аян айналайын. Мынау жаңа орамал, таяқтың басына байлаған келінге сәлем салдыртқан орамал. Аян, енді сен де Құдай қаласа осы Әлібектің жолын беріп саған Құдай қаласа. Сен де шаңыраққа келін түсір, Құдай қаласа осындай үлкен шаңырағыңда той болсын деп мына орамалды саған берем. Басында түйілген түйіншегі бар, ішінде көрімдігі бар. Мінекей көріп тұрсың ба? Қызың бар ма, Аян? Ой! Бана қызыңа бересің ертең. Қызды боласың Құдай қаласа. Тезет не қыласың ғой? Бересің ғой? Құрметті ағайын, мынау қолымда тұрған оқтау, мынау беташарға көбінесе қамшы байлап жатамыз, одан кейін оқтау байлап жатамыз. Енді қамшы болғанда мен Әлібекке берер едім, қамшыларым көп болсын деп, енді оқтау болған екен, оқтауды мен келінге берейін деп тұрмын. Қолында оқтау болсын, сөзінде тоқтау болсын деген ниетпен осы оқтаумен үйге келген осы меймандарды керемет қызмет жасап жүре берсін, осы меймандарға адал қызмет етсін деп оқтауды келінге беріп қояйын мінекей. Al.
Көп рахмет. Ал енді құрметті ардақтар ағайын, Балғынбек Имашев ағамыздың жақсы бір сөзі бар. Әйелге ері жақын анасынан, қарындас сенемісің сен осыған. Алладан соң ерінің разылығын шығармау керек әйел санасынан, екеуі қол ұстасса күнәлері төгілер саусағының арасынан деген. Жастарымыз лайымда бақытты болып қол ұстасып жүрсін деп бір қошемет Көп рахмет. Ал енді ардақты ағайын осы жанұялы өмір. Сағағым айдан аман қылып жылдан есен қылсын. Не берсе де нақ берсін, қыза жүрген қыдырды отбасын алып келсін. Қуаныштары көп болып, ренжістері жоқ болып, отының басында шүпірлеген немеремен шөберелері көп болсын. Мынау келіп атқан келіннің қадамы құтты болсын. Екеуінің өмір жасы ұзақ болсын, тәтті өмір сүріп, көп балалы алтын құрсақты ана болсын енесі сияқты. Бақытты перзенті болсын. Жаңағы еліміз аман, жұртымыз тыныш, қарнымыз тоқ, уайымыз жоқ. Құтты болсын. Әумин, балдар бақыттың қасына бара берсең болады. Саған рұқсат. Шай ішеміз, ағайынға жайылған дастархан бар. Барлық тойға келген мейман. Құтты болсын ардақты ағайындар. Aysugan, gülge mi elini akka mı? Olmayın, olmayın. Әлібек пышақ сал жүз. Табақ ұстадың ба шынан камераны? Камера ұстай беремін. Камера ұстаймайсың да бауырым. Olsun, tamam. Сын жылып тсайым қазір. Geçen neyi baktım ama ben. Tabii. O da kapar işte. Видеодан көрсетсем ничего кеткен. Ришвай дейтін жер ғой. Ya bilmiyorum onu. Әлбек аға. Үй болды. Aleyküm selam.